Жаратылыстың басталуы жазбасы. Алғашқы бейнероликтен біз біріншіден 11-ге дейінгі тарауларда киелі кітаптағы негізгі оқиғалар тізбегінің қалай басталғанын көрдік. Құдай ие бүкіл әлемді жаратқан. Ол адамдарды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратып, өзінің атынан әлемге билік жүргізуге тағайындаған. Алайда адамдар жаратқан иеге қарсы бүлік шығарып, күнә жасауды таңдады. Соның кесірінен әлем бақылаудан шығып, зорлық-зомбылық пен өлімге тола бастады. Мұның бәрі Бабылдағы халықтың бүлік шығарып, жан-жаққа бытырап кетуіне апарып соқты. Ендеше басты сұрақ мынау: жаратқан ие өз әлемін құтқарып, қалпына келтіру үшін не істемек? Туындыгер Бабылдан бытырап кеткен адамдардың ішінен бір әулеттің шежіресін берген. Ол Ыбырам есімді адамға барып тіреледі. Ал жаратқан ие Ыбырамға кейін Ыбырайым деген ат қойды. 12-ші тараудың басында жаратқан иенің Ыбырайымға берген уәдесі тарихтағы жаңа бір қозғалысқа жол ашты. Жаратқан ие Ыбырайымды өз үйі мен елін тастап, бөтен жер Қанаханға көшуге шақырды, және оған бір күні сол жер оның әулетінің меншігіне айналатыны жайлы айтты. Жаратқан ие Ыбырайымға оны сол жерде үлкен халыққа айналдырып жарылқайтыны және оның атын шығаратын жөнінде уәде берді. Ал бұл уәделер жазбаның алғашқы тарауларымен байланысты болды. Бабыл асқақтап, өзінің атын шығаруға ұмтылған еді. Бірақ бұдан жақсылық шықпады. Алайда жаратқан ие қарапайым адам Ыбырайымға рахым етіп, оның атын шығаруға ниеттенді. Жаратқан иенің Ыбырайымды жарылқауы оның бастапқыда адамзатқа берген оң батасына меңзеді. Олай болса, мынадай сұрақ туындайды: жаратқан ие Ыбырайымды және оның әулетін не үшін жарылқамақшы? Жаратқан иенің берген уәдесіндегі соңғы тармақта мұның анық жауабы берілген. Сен арқылы жер бетіндегі бар ұлттар жарылқанады. Бұл уәде киелі кітаптағы оқиғалар тізбегінің қалған бөлігін түсінуге көмек болады. Құдайдың жоспары бүлік шығарған адамзатты Ыбырайымның әулеті арқылы құтқару әрі жарылқау. Сондықтан көне келісімдегі қалған барлық оқиғалар тізбегінде осы бір әулетке назар аударылған. Ол кейінірек Исраил халқы деп аталды. Сол себепті жаратқан ие кейін Синай тауының беткейінде Исраилге сөзін арнағанда, оны діни қызметкерлер патшалығы деп атады. Жаратқан ие Исраил арқылы барлық басқа ұлттарға өзінің кім екенін танытпақ болды. Ақырында киелі кітап жазбаларындағы кейінгі пайғамбарлар мен жыршылар осы уәдеге сілтеді. Олар бар ұлттарға әділдік пен тыныштық әкелетін Исраилдің патшасы Мәсіхтің сол уәдені орындайтыны жөнінде жазды. Ал тарихтың сол тұсында мұның ешбір бөлігі әлі анық болмаған еді. Біз енді оқуды жалғастыра беріп, уәденің дамуына зер салуымыз керек. Жазбаның қалған бөлігінде Ыбырайым мен оның әулетіне назар аударылған. Алдымен Ыбырайымның өзіне, кейін оның ұлы Ысқақ пен немересі Жақыпқа, және соңында Жақыптың 12 ұлына көңіл бөлінген. Әр буын жайлы баяндамаларды екі негізгі тақырып біріктіреді. Алғашқысы мынау: Ыбырайымның әулетінің әрбір буыны қайта-қайта күнәға батқан. Олар өздеріне қиыншылық туғызып, жаратқан ие берген уәденің орындалуына қауіп төндіретін жаман шешімдер қабылдап отырды. Әйтсе де, жаратқан ие берген уәдесіне адалдық танытып, оларды жасаған күнәларының салдарынан құтқарды, әрі өздерін және олар арқылы басқа ұлттарды жарылқайтын ниетін бекітті. Ыбырайым жайлы баяндамалар мынандай болды. Жаратқан ие Ыбырайымға өзінен үлкен халық өрбітетіні жөнінде уәде еткен еді. Бірақ Ыбырайым екі рет сұлу әйелі Сараға бола, басқа еркектер өзін өлтіреме деп қорқып, тіпті оған үйленгенін мойындамады. Бұл әрине түрлі мәселелердің туына себепші болды. Мұндай оғаш жайтта орын алды. Ыбырайым мен Сара балалы бола алмағандықтан, Сара Ыбырайымға өзінің күңін қосты. Бұл да отбасында қиындықтар туғызды. Бірақ әрқашан жаратқан ие Ыбырайымға шығатын жол көрсетті. 15 мен 17 тарауларда жаратқан ие Ыбырайымға берген уәдесін тіпті келісім деп аталған шартнама арқылы ресми міндеттемемен де бекітті. Мынау тамаша көрініс. Жаратқан ие Ыбырайымды түнгі аспанға қарап, жұлдыздарды санауға шақырды да оған «Сенің үрім бұтағың осындай сансыз көп болады» деген уәде берді. Ыбырайым Сара екеуі бала сүймеген еді, және олардың балалы болатын мүмкіндігі де жоқ еді. Бірақ Ыбырайым қиындықтарға көңіл бөлмей аспанға қарап, жаратқан иенің уәдесіне сенім артты. Сонда жаратқан ие Ыбырайыммен келісім жасап, оның көп ұлттың түп атасы болатын жайлы уәде берді. Осылайша Ыбырайым арқылы бүкіл адамзат жарылқанбақ. Жаратқан ие Ыбырайымға өз әулетіне келісімнің сыртқы белгісін салуды тапсырды.
оның үй ішіндегі еркек атаулының бәрі сүндеттелуге тиіс болды. Бұл рәсім әулеттің өсіп өнуі жаратқан иенің сыйы екенін еске салатын белгі. Соңында Ыбырайым көп балалы болып, қартайған шағында о дүниеге аттанды. Оның немересі Жақып туралы баяндамаларда адамның күнәсі және Құдайдың келісімге адалдығы жөніндегі тақырыптар таңғаларлық мәнерде көрініс тапты. Жақып туылғаннан бастап, алдамшы деген өз есімнің мағынасына сай өмір сүрді. Ол көзі көрмейтін қарт әкесі Ысқақты алдап, туған ағасы Есаудың тұңғыштық жолы мен батасын құлықпен иемденіп алды. Сосын ол алыс жерге қашып кетті. Сол жерде Жақып 4 әйел алды. Бірақ олардың тек біреуін, Рахиланы ғана жақсы көрді. Сөйтіп бұл отбасыда бәсекелестік пайда болды. Жақыпты кішіпейілдікке үйрететін жайттарда орын алды. Нағаш ағасы Лабан оны алдап, бірнеше жыл бойы оның еңбек ақысын бермеді. Осылайша алдамшының өзі де алданды. Сөйтіп Жақып кішірейіп өз еліне қайта оралды. Таңғажайып оқиғада Жақып жаратқан иенің хабаршысымен күресіп, оның бата беруін талап етті. Адамның мінезі тез өзгермейтін сияқты, солай емес пе? Ақырында жаратқан ие Жақыптың тілегін орындап, өзінің Ыбырайымға арнаған батасын оған да берді. Сонымен қатар, ол Жақыпқа Исраил деген жанама ат қойды. Ол Құдаймен күресуші дегенді білдіреді. Ал жазбаның соңғы бөлімінде, яғни Жақыптың ұлдары жайлы баяндамада, әңгіменің желісі өзінің шарықтау шегіне жетті. Жақып өзінің кенже ұлы Жүсіпті басқалардан артық жақсы көріп, оған түрлі түсті ерекше шапан сыйлады. Сондықтан Жүсіптің бірге туған 10 ағасы оны жек көріп, тіпті көзін құртпақ болды. Ақырында олар жасөспірімді Мысыр еліне құлдыққа сатып жіберді. Сол жерде ол жазықсыз айыпталып түрмеге қамалды. Мүлт кеткен отбасының айқын мысалы. Бірақ жаратқан ие Жүсіпке жар болып, оның ғажап жолмен түрмеден шығуын ұйымдастырды. Осылайша Перғауын Жүсіпті бүкіл Мысыр елдің бас уәзірі етіп тағайындады. Соңында Жүсіп Мысыр халқын ашаршылық кезінде аман сақтап қалды. Ол сондай-ақ өзінің ағалары мен бүкіл әулетінде аштан өлуден құтқарып қалды. Осылайша біз Ыбырайымның әулетінің ақмақтығы мен күнәсіне жаратқан иенің өз адалдығымен жауап бергенін тағы бір рет көреміз. Жаратқан ие тіпті Жүсіптің ағаларының зұлымдығын адамдардың өмірін құтқару мүмкіндігіне айналдырды. Мұны Жүсіптің өзі жазбаның соңында ашық білдіріп, ағаларына былай деді: сендер маған жамандық ойладыңдар, бірақ Құдай мұның бәрін жақсылыққа соқсын деп, осы арқылы көп адамды аштан өлуден сақтап қалуға ниет етті. Бұл сөздер тек Жүсіп пен оның ағаларының әңгімесін ғана емес, тұтас жазбанында қорытқандықтан, жазбаның соңындағы маңызды жерде орналастырылған. Жаратылыстың басталуының 3-ші тарауынан бастап, адамдардың өзімшілдікпен әрекет етіп, зұлымдық жасай бергені сипатталады. Бірақ жаратқан ие адамзатты өз бетімен кетуге қалдырмады. Адамдар мүлт кетіп отырса да, жаратқан ие сөзінде тұрып, оларды жарылқауды нық ұйғарған. Бұл жайтты әсіресе әйелдің ұрпағы туралы жұмбақ уәденің бүкіл жазбада қалай дамығанынан көруге болады. Жаратылыстың басталуының 3-ші тарауын еске түсірейік. Онда жараланған жеңімпаз тұлғаның келіп, жыланның басын мыжитыны, сөйтіп зұлымдықты біржола жеңетіні жайлы жаратқан иенің уәдесі берілген. Сосын туындыгер осы уәдені тікелей Ыбырайымның үрім бұтағымен байланыстырды. Бұл жаратқан иенің бар ұлттарды қалай жарылқайтынының бір жағы. Сол уәде Ыбырайымнан Жақыптың 4-ші ұлы Яхудаға жалғасты. Бұл мынадай жолмен іске асты. 49-ші тараудағы өте маңызды өлең жолдарында қартайған Жақыптың соңғы батасы берілген. Сонда ол өлер алдында 12 ұлына ақ батасын берді. Кезек Яхудаға келгенде, Жақып Яхудадан тарайтын рудан Исраилдің патшалары шығатынын айтты. Бір күні барлық халықтар мойынсынатын патша келіп, жаратқан иенің бүкіл адамзатқа арналған пейіш бағындағы жарылқауды қайтару туралы уәдесін орындамақ. Бұдан соң Жақып дүние салды. Кейінірек Жүсіп те о дүниеге аттанды. Ал Жақыптың көбейіп жатқан әулеті Мысырда қала берді. Осылайша, жаратылыстың басталуы жазбасы әлі толық дамымаған болашақ үміт пен уәделермен аяқталған. Сондықтан мұның бәрінің қалай жүзеге асатынын көре алуымыз үшін келесі бетті ашып, оқуды жалғастыруымыз қажет. Ал әзірше жаратылыстың басталуы жазбасы осы.